Сәлем достар, сіздермен бүгін біз өте дәмді үй жағдайында рафаэлла жасаймыз. Алдымен малинамызды ыдысымызға жақсылап езіп аламыз. Бұл жерде менде морозильниктен ұзатылған малина. Оны жақсылап езіп болғаннан соң үстінен творогымызды, кокосовая стружкамызды және де құрғақ сүт, қантымызды қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне бізде барлығы бір келкі болды. Енді рафаэлланың формасын жасауға кірісеміз. Тазартылған миндалімізді ортасына салып, дөңгелекше етіп форма жасап шығамыз рафаэлланың. Содан соң кокосовая стружкаға аунатып аламыз. Бұны міндетті түрде барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді, және де өте жеңіл, және де пайдалы. Бұны барлығын дөңгелекше етіп жасап аламыз. Осымен біздің рафаэлламыз дайын. Сіздермен болған мен Айжан. Баршаңызға ас болсын.